Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Керогаз резервуарында 0,18 литр керосин бар. Егер керогаздың пайдалы коэффициенті 40%-ға тең болса, онда толық жанып тұрғанда осы керосинмен неше литр суды 10 градустан қайнағанға дейін қыздыруға болады. Керосиннің меншікті жану жылуы 4,16, оның 7 жол бөлінген килограмм. Енді балалар есебін берілген жазып қойдым. 0,18 литрден 0,18 оның 3 метр кубқа келтіріп қойдым халықаралық біліктер жүйесіне. Біздің мақсатымыз қанша литр су қайнады, соны есептеп шығару керек екен. Ол үшін балалар пайдалы әсер коэффициентінің формуласын жазайық. Eta тең болады Q пайдалы бөлінген Q толық көбейтілген 100%. Енді пайдалы жылу мөлшерін формуласын жазайық. Онда С М1 Т2 минус Т1. Бірінші теңде, мұна екінші теңде болсын. Бұл жерде балар судың массасы жоқ болыпты. Судың массасын ашып жазайық. М1 тең болады ро су көбейтілген В су. Бұл үшінші теңде. Енді 3-ті 2-ге қойып жазайық балар. Сонымен Q пайдалы тең болады С ро су В су Т2 минус Т1 болсын. Бұл жерде балар ол судың меншікті жылу сыйымдылығы онымыз 4200 жол бөлінген килограмм көбейтілген градус. Бұл деген сөз балар меншікті жылу сыйымдылығы, судың меншікті жылу сыйымдылығы дейміз. Массасы 1 килограмм суды 1 градусқа қыздыру үшін 4200 жол энергия жылу мөлшері қажет екен. Бұл судың меншікті жылу сыйымдылығы. Меншікті жылу сыйымдылығы. Яғни келген заттың меншікті жылу сыйымдылығына сонда бірлігіне қарап анықтама бере салуға болады екен. Яғни массасы 1 килограмм заттың температурасын 1 градусқа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшерін заттың меншікті жылу сыйымдылығы деп атаймыз. Мысалы, енді келген заттың меншікті жану жылуы бізде керосиннің меншікті жану жылуы 4,16, оның 7 жол бөлінген килограмм болып тұр. Яғни 1 килограмм керосин толық жанған кезде бөліп шығатын жылу мөлшері екен. Яғни бұл меншікті жану жылуы деп атайды. Меншікті жану жылуы. Осылай еске түсіріп отырайық. Сонда келген отынның 1 килограмм отын толық жанған кездегі бөліп шығатын жылу мөлшерін сол отынның меншікті жану жылуы деп атауымызға болады екен. Енді толық жылу мөлшерінің формуласын жазайық. Q көбейтілген М. Енді осы 4 пен 5-ті бірге қояйық. Сонымен бұл жерде М2 керосиннің массасы жоқ. Оны өрнектеп шығарып алайық. Ро керосин көбейтілген В керосин 6. Енді 6-ны 5-ке қойып толық түрлендіріп шығарып алайық. Q толық тең болады Q ро керосин В керосин. Сонымен 7 мен 4-ті бірге қояйық. 7 мен 4-ті бірге қоямыз. Енді қояйық балар. Сонымен Eta тең болады С ро су В су Т2 минус Т1 көбейту 100% бөлінген Q ро керосин көбейтілген В керосин. Енді осы жерден балар қанша литр су қайнатуға болады дейді. Қалған барлық физикалық шама белгілі. Енді осы жерден суды көлемін
шығарып алуға болады екен, тауып алуға болады екен. Сонымен етті керосин көбейтілген В керосин бөлінген С су жасан ішінде Т2 минус Т1 көбейтілген 100% болды. Міне балар, өзімізге қажетті формуланы қорытып шығардық. Енді орнына қойып есептейік балар. Су 40% көбейтілген 4,6 оннан 7 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген джоуль бөлінген килограмм көбейтілген керосиндікі 8 көбейтілген 10-2 килограмм бөлінген метр куб. Керосиніміз бізге 0,8 литр болатын. 8 10-нан минус 4 метр куб деп жазылады. Судікі меншікті жылу сыйымдылығы 4,2 10-нан 3 джоуль бөлінген килограмм көбейтілген градус. Судікі 1000 10-нан 3 килограмм бөлінген метр куб. Енді балар 100 градустан 10 градусты алсақ, 90 градусты бірден жазсақ. 90 градус көбейтілген 10-нан 2 пайыз. Бірлігі шығатын болса, есебіміз дұрыс деген сөз балар. Пайыз мен пайызды қысқартайық. Джоуль мен джоулды қысқартайық. Килограмм мен килограмм қысқартайық. Метр куб пен метр қысқартайық. Үстінде бірлік қалған жоқ. Астында килограмм мен килограмм қысқартайық. Градус пен градус қысқартайық. Метр куб қалды. Яғни есебіміз дұрыс деген сөз. Дәрежесін 3, 6, 8, 9, 7, 9, 4, минус 3 қалды. 4 нарда бір дәреже бар, сонда 10-нан минус 3 дәрежесі. Енді есепке салайық балар. 8 8 64. 64-ті 4,6-ға көбейтеміз 4-ке, бөлеміз 4,2-ге, бөлеміз 9-ға 31. Сонда су тең болады 31 10-нан минус 3 дәрежесі метр куб. Немесе 31 литр су. Яғни пайдалы әсер коэффициенті 40% болған кездегі 0,8 литр керосиніміз толық жанған кезде бізге 10 градустан 100 градусқа 31 литр суды қайнатып бере алады екен. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар балалар.